Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? ұбт-ға дайындық сабақтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Білмейтіндер үйренсін, ал білетіндер тағы да есіне түсірсін. Сабақтың тақырыбы айнымалы электр тоғы. Кәдімгі біздер күнделікті тұрмысымызда, үйде қолданатын, үйдегі біздің розеткаларымызға келіп тұрған электр тоғы туралы айтатын боламыз бүгінгі сабақта. Электр тоғы жалпы тұрақты электр тоғы және айнымалы электр тоғы болып екі түрге бөлінеді. Тұрақты электр тоғы туралы біз алдыңғы сабақтарымызда айттық. Енді айнымалы электр тоғы туралы толықтай қарастыратын боламыз. Айнымалы тоқ бұл уақыт бойынша периодты түрде өзгеретін ток. Сондықтан айнымалы электр тоғы бұл электромагниттік тербелістердің бір түрі болып табылады. Тізбекте синусоидалы өзгеретін ток болу үшін синусоидалы өзгеретін электр өрісінің электр қозғаушы күші болуы керек. Өмірде синусоидалы электр қозғаушы күшін электр станциядағы айнымалы ток генераторлары өндіреді. Айнымалы ток генераторлар дегеніміз қандай құрылғылар? Мынау айнымалы ток генераторының моделі. Жұмыс істеу принципі осы модельге сәйкес келеді. Бұнда тұрақты магниттің полюстерінің аралығына мынандай бір орам сым рама орналастырылады. Раманың ұштары жарты сақиналар менен щеткалар арқылы сыртқа шығарылады. Яғни өндірілген ток осы сақиналар мен щеткалар арқылы сыртқы тізбекке беріледі. Енді бұның теориясы, яғни айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципі электромагниттік индукция заңына негізделген. Жалпы ол заң бойынша контурды, яғни раманың ауданын қиып өтетін магнит ағынының кез келген өзгерісі бізге индукция электр қозғаушы күшін тудыратын еді. Магнит ағынның формуласы білеміз. Альпі дегеніміз омега Т. Сонда магнит ағынның өзгеруінің теңдеуін біз мынандай түрде жаза аламыз. Енді электромагнит индукция заңы бойынша, жаңа мен айттым, индукция электр қозғаушы күш дегеніміз магнит ағынның уақыт бойынша өзгерісі. Яғни магнит ағыннан уақыт бойынша туынды тапсақ, біз мынандай теңдеуді аламыз. Мына синустың алдында тұрған көбейтінді Vs омега деген үш шаманың көбейтіндісі жаңағы генератордың өндіретін электр қозғаушы күшінің амплитудалық мәнін анықтайды. Мынау магнит өрісінің индукция векторы, мынау раманың ауданы, мынау раманың айналу жиілігі, циклдік жиілігі омега. Міне, осы формула бойынша біз генераторда өндірілген электр қозғаушы күштің максимал мәнін, ең үлкен мәнін есептей аламыз. Олай болса, жаңағы генераторда өндірілген электр қозғаушы күштің теңдеуі мына түрде жазылады. Егер жаңағы электр қозғаушы күш тұйықталған тізбекке қосылатын болса, онда тізбекте ток жүреді. Тізбектегі кернеу мына теңдеу бойынша, ток мына теңдеу бойынша анықталады, өрнектеледі. Айнымалы тоқтың өндірістік жиілігі 50 Гц, яғни біздің үйімізге келіп тұрған розеткалардағы айнымалы тоқтың жиілігі 50 Гц. Айнымалы тоқтың параметрлері мына шамалар. Бұның барлығын біздер көпшілігімен біз тербелістерді, жаңағы механикалық тербелістерді, электромагнит тербелістерді оқыған кезде білеміз. Бір қатармен амплитуда дегеннің не екенін, период, жиілік, бұрыштық жиілік,
электрқозғауыш күштің лездік шамасы дейді, немесе ток күшінің кернеудің лездік мәндері туралы да айтуға болады. Фаза деген шамалар сол айнымалы токты сипаттайтын параметрлер. Енді бұл жерде айнымалы токтың тұрақты токтан тағы бір айырмашылығын көрсететін ток күшінің әсерлік мәні деген шама бар. Ол амплитудалық мәнінен, әсерлік мәні, ток күшінің әсерлік мәні амплитудалық мәнінен түбір астында 2-ге кем болады. Бізде жаңа айнымалы токтың тізбегіне қосылған өлшеуіш құралдар бізге токтың амплитудалық мәнін емес, одан түбір астында 2-ге немесе 0,7-ге 7 есе кем болатын мәнін көрсетеді. Сондықтан бұл айнымалы токтың әсерлік мәні оның тұрақты токтың әсерлік мәні менен екі ортадағы байланысын көрсететін теңдеу. Яғни мына айнымалы токтың әсерлік мәні дегеніміз тұрақты токтың тап сондай мәнінде бөлетін жылуын есептеу үшін қолданылады екен. Сондықтан айнымалы ток тізбегіне қатысты есептеулер жүргізген кезде біздерде көбіне я токтың амплитудалық мәні беріледі, я токтың әсерлік мәні беріледі. Екеуінің арасындағы байланысты, мына қатынасты ескере отырып есептеулерімізді дұрыс жүргізуіміз керек. Енді тап сол сияқты кернеу мен электр қозғауыш күштің де әсерлік мәнінің формулалары осындай. Әсерлік мәні амплитудалық мәнінен түбір астында 2 есе аз болады. Енді айнымалы ток тізбегіндегі бір мынандай үлкен мәселе бар. Біз бұрын тұрақты ток тізбегінде сыртқы кедергі, ішкі кедергі дегендермен таныс едік. Сыртқы кедергі дегеніміз ол тізбектің сыртқы бөлігіндегі не жалғанған тұтынушылардың кедергісі, ал ішкі кедергі дегеніміз ток көзінің ішкі кедергісі болатын. Енді айнымалы ток тізбегінде одан басқа тағы мынандай кедергілерді атап өтуге тура келеді. Актив кедергі дейді. Актив кедергі дегеніміз біздің тұрақты ток тізбегіндегі кедергімізбенен пара-пар. Соған эквивалент, яғни жылу бөлінетін кедергі. Актив кедергіде міндетті түрде жылу бөлінеді. Мынау схемасы. Актив кедергі қосылған айнымалы ток тізбегінің схемасы. Бұндай тізбекте ток пен кернеудің фазалар жөнінде ешқандай айырмашылығы болмайды. Енді егер тізбекке айнымалы ток тізбегіне конденсатор қосылатын болса, онда тізбекте сыйымдылық кедергі деп аталатын жаңа бір кедергі пайда болады. Оны X деп белгілейді. Кәдімгі Ом заңы бойынша кедергіні анықтау үшін амплитудалық мәнін кернеу менен ток күшінің амплитудалық мәндерінің қатынасы арқылы анықтасақ, мынандай формула шығады екен. Яғни 1 бөлінген омега-с дегеніміз сыйымдылық кедергінің есептеу формуласы. Яғни мына конденсатордың кедергісі айнымалы токқа. Енді бұл кезде тізбекке конденсатор қосылған жағдайда ток күші кернеуден қасы жағынан пи бөлінген 2-ге осып отырады, алға шығып отырады, кейін қалып отырады кернеу. Енді үшінші кедергінің түрі бар. Егер айнымалы ток тізбегінде катушка қосылатын болса, онда оның кедергісі, катушканың кедергісі индуктивтік кедергі деп аталады. X L әрпімен белгіленеді. Ол мына формула есептеледі. L көбейтілген омега. L деп отырғанымыз индуктивтілік. Мынау жаңағы айнымалы токтың циклдік жиілігі. Есептеулер кезінде омеганың орнына 2π нью немесе 2π бөлінген т-ны қойып отырамыз. Бұл тізбекте катушкасы бар айнымалы ток тізбегінде ток күші кернеуден пи бөлінген 2-ге алып отырады. Немесе кернеу пи бөлінген 2-ге осып отырады. Осы жағдайларды да
білуіміз, ескеруіміз керек болады. Бұл жаңа тізбекте жеке кедергілер болған жағдайда. Енді айнымалы тоқ тізбегінде осы 3 кедергі де бір мезгілде қосылатын болса, онда не болады? Ондай жағдайда біз айнымалы тоқ тізбек үшін Ом заңын былайша жазамыз. Тоқ күшінің амплитудалық мәні кернеудің амплитудалық мәнін тізбектің толық кедергісіне бөлгенге тең. Ал тізбектің толық кедергісі былайша анықталады. Мына формула бойынша мынау актив кедергінің квадраты, мынау индуктивті кедергі мен сыйымдылық кедергінің айырмаларының квадраты арқылы тізбектің толық кедергісі анықталады екен. Айнымалы тоқ тізбек үшін Ом заңын жаз десе, біз былай жазамыз. Мынаны енді ашып жазуға болады. Кернеудің амплитудалық мәні бөлінген түбірдің астындағы мына шама тұрады. Енді тізбекте егерде бұл 3 кедергінің үшеуі де бір мезгілде болмауы мүмкін. Яғни егерде мына индуктивті кедергі жоқ болса, онда тізбектің толық кедергісі мына актив кедергі, сыйымдылық кедергі арқылы анықталады. Немесе сыйымдылық кедергі жоқ болса, онда мына индуктивті кедергінің менен актив кедергінің квадраттарының қосындысы арқылы анықталады. Енді резонанс деген құбылысты біздер білеміз бұрыннан. Механикалық тербелістер кезінде де резонанс құбылысы байқалатын еді. Сол сияқты айнымалы тоқ тізбегінде де резонанс құбылысы байқалады. Бұл қай уақытта байқалады? Тізбектегі индуктивті кедергі мен сыйымдылық кедергі бір-біріне тең болған кездегі мына айнымалы тоқ тізбегіндегі жиіліктің мәнін анықтайтын формула. Яғни бұл құбылыс айнымалы тоқ тізбегінде байқалады. Қай уақытта? Индуктивті кедергі менен сыйымдылық кедергі бір-біріне тең болған кезде, тізбекте тең болған кезде тізбектің толық кедергісі тек қана актив кедергі арқылы анықталады. Яғни кедергі тізбектің жалпы кедергісі азаяды да, тоқтың мәні өзінің ең үлкен максимал мәніне жетеді. Бұл жаңағы тұрақты тоқ тізбегіндегі қысқаша тұйықталуға ұқсайды. Яғни тоқтың мәні ең үлкен мәніне жететін жағдай қай уақытта болады? Тізбектің сыйымдылық және индуктивті кедергілері бір-біріне тең болған кезде. Және бұл екі кедергінің тағы бір айырмашылығы тағы бір ерекшелігі, бұл кедергілерде ток жүрген кезде жылу бөлінбейді. Яғни конденсаторда қызбайды, катушкада қызбайды. Сондықтан бұларды пассив кедергілер деп атайды. Жылу бөлінеді тек қана актив кедергіде. Енді айнымалы электр тогын электр станцияларында генераторлардың көмегімен өндірдік. Енді оны тұтынушыларға жеткізу керек. Өйткені электр станциялар санаулы жерлерде, санаулы орындарда салынады. Оны білесіздер. Енді тұтынушылар барлық жерде бар. Ол электр станцияларынан жақын жерде орналасуы да мүмкін, алыс қашықтықта орналасуы да мүмкін. Сондықтан айнымалы электр тогын алыс қашықтыққа жеткізудің өзіндік қиындықтары бар. Мысалы, біріншіден электр станциялар санаулы, тұтынушылар барлық жерде. Яғни электр энергиясын консервациялау мүмкін емес. Өндірген бойда электр энергиясын тұтынушыларға жеткізу керек. Оны консервация жасап, қандай да бір ыдыстың ішіне салып жауып қою мүмкін емес. Енді электр тогы қалай тасымалданады? Сымдар арқылы тасымалданады. Ал бұл кезде сымда жылу бөлініп, Джоуль-Ленц заңы бойынша энергия шығындалады. Мынау Джоуль-Ленц заңы бойынша сымдарда бөлінетін
жеткізу желілеріндегі линия электропередачи дейміз, жеткізу желілерінде сымдар қызып, онда мынандай жылу бөлінеді жөнеледі сызығы бойынша. Енді көріп отырсыздар бұл формуладан бұл неге байланысты? Ток күшіне байланысты және ток күшінің квадратына тура пропорционал, өткізгіштің кедергісіне және уақытқа тура пропорционал. Енді қарайық, уақытты біз азайта алмаймыз. Тұтынушыларға энергия барлық уақытта күндіз түні жетіп тұру керек 24 сағат бойына. Енді кедергіні қалай есептейтін формуласын есімізге түсірейік. Мынау кедергіні есептеудің формуласы, мынау меншікті кедергісі, мынау сымның ұзындығы, мынау сымның көлденең қимасының ауданы. Сымның ұзындығын қысқарта алмаймыз, өйткені тұтынушылар алыс қашықтықта. Сымның көлденең қимасының ауданын үлкейтсек, кедергі азаяды. Бірақ сымның көлденең қимасының ауданын үлкейту деген сөз сымды жуандату деген сөз. Сым жуандаған сайын оған кететін материалдың шығыны артады. Сонымен қатар желідегі бағаналардың басына ілінген бекітілген сымның салмағы артады, ауырлайды. Сөйтіп өз салмағымен сым үзіліп кетуі де мүмкін. Сондықтан сымды жуандату да бізге проблеманы шешудің жолы емес. Енді тек қана не қалды? Мына жерден өткіштердің меншікті кедергісі, яғни сымның меншікті кедергісі, тоқтасып алданатын сымның меншікті кедергісі. Меншікті кедергісі ең аз металдар ол алтын және күміс. Демек, жаңа электр тогын тасымалдау үшін бағандардың басына біз алтыннан немесе күмістен жасалған сымды іліп қоя алмаймыз. Олар өте қымбат металдар. Тасымалдау үшін жеткізу линияларында қолданылатын негізгі өткізгіш сым алюминийден жасалған сымдар. Алюминий сымдарды пайдаланамыз. Сонда не қалды? Біз кедергіні азайта алмайтын болдық, уақыт азаймайтын болды. Сонда не қалды? Ток күшін азайтуымыз керек. Және ток күшін 2 есе азайтсақ, мынау бөлінетін жылу 4 есе азаяды. Сөйтіп, проблеманы шешудің бір ғана жолы ол ток күшін азайту. Енді оны қалай азайтамыз? Ток күшін азайтудың жолы қандай, әдісі қандай? Ол үшін біз трансформатор деп аталатын құрылғыны қолданады екенбіз. Трансформатор дегенімізде жұмыс істеу принципі электромагниттік индукция заңына негізделген құрылғы. Ол 2 катушкадан тұрады. Катушка мынандай тұйық өзекшеге кигізілген. Бұл трансформатор айнымалы токтың қуатының тұрақты мәнінде ток күші мен кернеудің қатар өзгеруін жүзеге асыратын құрал. Яғни трансформатордың көмегіменен токтың айнымалы токтың қуаты тұрақты сақталады. Қуаты өзгермейді, бірақ қуат тұрақты сақталу үшін ток күші мен кернеудің мәні өзгеріп отыруы керек. Бұл жаңағы 2 катушканың біреуі бірінші орам, екінші катушка екінші орам деп аталады. Мына орамдағы сымдардың саны да әртүрлі. Көрдіңіз бе, егер біз мынаны бірінші орам дейтін болсақ, первичный напряжение, бірінші орамдағы кернеу O1, орамның саны көбірек. Екінші орамдағы кернеу менен ток күші, бұнда орамның саны азырақ. Осылай орам саны түрліше болады. Бірақ мына жерде қуат тұрақты сақталу үшін не істеуіміз керек? Бірінші орамда алынған ток пен кернеудің көбейтіндісі қуат, бірінші орамда қуат, екінші орамдағы қуатқа тең болу керек. Ол үшін екінші орамдағы токты азайтсақ, не қылуымыз керек? Кернеуді жоғарылатуымыз керек болады. Немесе ток күшін төмендетсек, ток күшін жоғарылатсақ, онда кернеуді төмендетуге тура келеді. Міне трансформатордың жұмыс істеу принципіндегі басты мақсат айнымалы токтың желідегі қуатын шығындамай тұтынушыға жеткізу. Яғни электр станциясында қуаты қандай электр тогы өндірілсе, тұтынушыға да тап сондай қуаттағы электр тогы жетуі керек екен.
Енді бұл үшін біз трансформация коэффициенті деп аталатын шама енгізеді екенбіз. Ол бірінші орамдағы кернеудің екінші орамдағы кернеуге қатынасы, немесе екінші орамдағы токтың бірінші орамдағы токқа қатынасы, немесе орам санындағы қатынасы арқылы анықталады. N бір энергия мына бірінші орамдағы, екінші орамдағы орамдардың саны. Егер трансформация коэффициенті бірден үлкен болса, төмендеткіш трансформатор болады. Бірден үлкен болса, жоғарылатқыш деп ойлап қармаңдар, керісінше төмендеткіш болады. Өйткені мінекей бірден үлкен болатын болса, онда U1 U2-ден үлкен деген сөз ғой. Екінші орамда кернеу төмендетілген. Ал К1-ден кіші болса, онда ол жоғарылатқыш. Яғни бірінші орамдағы кіші деген сөз, бірінші орамдағы кернеу екінші орамдағыдан көп. U1 U2-ден үлкен деген сөз. Міне осыған қарап, К-ның мәніне қарап, трансформатордың төмендеткіш пе, жоғарылатқыш па, соны екендігін ажыратуға болады. Яғни төмендеткіш болады қай уақытта? Егер екінші орамдағы кернеу бірінші орамдағы кернеу жоғары болып, екінші орамдағы кернеу төмен болатын болса, төмендеткіш, керісінше болатын болса, жоғарылатқыш. Енді айнымалы ток тізбегіндегі қуатты қалай есептейміз? Жаңа қуат тұрақты сақталу керек дедік. Ол қуатты есептеу үшін кәдімгі қуатты есептеудің формуласын қолданамыз. Мынау амплитудалық ток күші, қуат дегеніміз ток күшіменен кернеудің амплитудалық мәндерінің көбейтіндісі арқылы анықтауға болады. Амплитудалық мәндері көбейтілген косинус пи. Неге мына жерде 2-ден 1 тұр? Себебі айнымалы токтың бағыты үнемі өзгеріп отырады. Синусоидалы ток. Сондықтан оның орташа мәнін аламыз. Амплитудалық мәні бойынша орташа мәнін аламыз. Сондықтан 2-ге бөлеміз орташа мәнді, қуаттың орташа мәнін аламыз. Енді мына жерде косинус фи деп отырған қуат коэффициенті деп аталады. Енді біз қаншама жерден жеткізу желісіндегі энергияның шығынын болдырмаймыз десек те, бәрібір белгілі бір мөлшерде энергияның шығыны болады. Сол энергияның шығынын көрсететін коэффициент бұл косинус фименен анықталады. Бұл қуат коэффициенті деп аталады. Оның сан мәні 1-ге жетпейді. Көбіне 0,8 пен 0,85-тің аралығында болады. Мынау енді қуатты айнымалы токтың қуатын амплитудалық мән арқылы есептеу формуласы болса, мынау әсерлік мән арқылы есептеу. Амплитудалық мәндерінің орнына әсерлік мәндерін қоятын болсақ, жаңа мына жерде төбірасындағы екілер бір-бірімен көбейтіліп 2 болады да, мына 2-менен қысқарып кетеді. Сөйтіп әсерлік мән арқылы анықтаған кезде мына 2 деген жоқ, айменен U көбейтілген косинус фи деген формуламенен анықталады. Міне қайтадан формулалар анықтап жерге жазып қойдым үлкен форматта, үлкен шрифтіменен. Бұны да есептің мазмұнына қарай дұрыс қолдана білу керек. Міне осыменен біздің сабақтың теориялық бөлімі аяқталды. Практикалық бөлімге көшіп кете қояйық, тездетіп практикалық бөлімге көшіп кетейік. Міне практикалық бөлімнің тапсырмалары. Біз мен ашпағанмын.
жағамын, ыдыстардың көбісі мынаны жағамын. Құдай салмасын. Мынаны жағамын. Мынаны ашуым керек. Так. Так, ал кірісейік. Айнымалы ток генераторының немесе трансформатордың жұмыс істеу принципі қандай құбылысқа негізделген деген сұрақ міндетті түрде болады. 4 құбылысты көрсеткен. Так, біз жаңа ғана айттық, қай құбылыс трансформаторды бөлек, генераторды бөлек сұрауы мүмкін. Мен екі сұрақты бір сұраққа біріктіріп жібердім. Электромагниттік индукция. Так, мына құбылыстар электростатикалық индукция деген құбылыс мынаған ұқсайды. Бұл қандай құбылыс? Өткізгіштердегі зарядтардың өткізгіш бетіне жиналуы. Өткізгіш бетіне жиналуы. Бетіне жиналуы. Мысалы, мынау зарядталған шар болатын болса, оның заряды оң зарядталған шар десек, зарядтың бәрі өткізгіштің сыртында тұрады, бетінде тұрады. Ішінде заряд жоқ, ішіндегі электр өрісінің кернеулігі нөлге тең. Осы құбылыс электростатикалық индукция деп аталады. Термоэлектрлік эффекті деген өзі атынан айтып тұр, жылуға байланысты болатын эффекті. Пьезоэлектрлік эффекті деген бұл электриктерге қатысты өтетін құбылыс. Сондықтан біздің мына сұрағымыздың жауабы электромагниттік индукция. Индуктивті кедергінің формуласын сұрап жатыр. Мына жерде барлығына индуктивті кедергінің формуласын сұрап жатыр. Қайсысы мынаның ішінде? Мынау сыйымдылық кедергінің формуласы, бұл X-ның формуласы. Так, мынау да индуктивті кедергінің формуласы. Мыналар дұрыс емес формулалар. Так, енді көтеру керек болды ғой. Так, көтеру керек. Бітті. Үшінші тапсырмаға келдік қой да. Үшінші тапсырмаға келдік. 20 микрофарад сыйымдылығы бар дейді. Мынау 20 микрофарад деген сыйымдылық. Жиілігі 50 Гц нью болатын түсінікке қосылған. Сыйымдылық кедергісі қандай дейді. Сыйымдылық кедергінің формуласын жазамыз. 1 бөлінген омега с. Біздің тапсырмамызда омега берілмеген, нью берілген. Омега дегенім бізде, мына жерге жазайын, омега дегенім бізде 2 пи нью. Сондықтан мына омеганың орнына 2 пи ньюді қоям, көбейтілген с. Мен есептеймін. Болады 1 бөлінген 2 пи дегенім 6,28, ньюм 50,
Көбейтілген с дегенім 20 көбейтілген 10-ның минус микро деген 6 дәрежеде. Минус 6 дәрежесі. Мынаны 50-20 көбейтсем 1000 болады. Да? 6, 28. 1000 деген 10-ның 3 дәрежесі. Мынау менен 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Тең болады. 10-ның 3 дәрежесін жоғары жаққа шығарып жіберемін. Ол 1000, 1000-да 6, 28-ге бөлсем болады 159,2. Жауап міне тұр. Қалған жауаптар шатыстыратын жауаптар екен. Сондықтан мына бөлуді орындаған кезде, есептеуді орындаған кезде мұқият болу. Так, мынау индуктивтілігі мынандай. Катушка жиілігі мынандай. Ток тізбегіне қосылған. Катушканың индуктивті кедергісін сұрап жатыр. XL сұрайды. Омега көбейтілген L. Немесе омега дегеніміз 2π нью көбейтілген L. Тең болады. 50-ге тіс болса, мынаны 100π деп жаза салуға болады бірден. 2πді 50-ге түсен 100π, индуктивтілік 0,1. Сонда бұл не болып шығады? 10π болып шығады. 10π дегенім 31,4. 3,14-ді 10-ға бөлейік. Мұнда да мұқият болу керек. 3,14, 314 деген дүниелер тұр. Так. Көтерейік. Ой, не болып қалды? Так, 5-ші тапсырма. Яғылдейді. Тізбекте жалғанған конденсатор мен катушкасы бар айнымалы ток тізбегінде резонанс қай жағдайда пайда болады дейді. Қай жағдайда пайда болады неді? Индуктивті кедергі сыйымдылық кедергісіне тең болғанда. X менен XL бір-біріне тең болғанда болатын еді. Резонанс құбылысы. Так, индуктивті кедергісі 0,2. Ой, мынау бетіміз қолайсыз болып кетті. Қайта. Так, бұлай жасаймыз ба енді? Есеп шығаратын жеріміз керек. Так, индуктивті кедергі, индуктивтілігі мынау L, сыйымдылығы мынау С. Тең болады 5 микро. 10-ның минус 6 дәрежесіндегі фарад. Резонанстық жиілігі қандай дейді? Жаңа алдыңғы неді айттық? Резонанстық жиілік X менен XL бір-біріне тең болған кезде болады дедік. Яғни бір бөлінген омега С тең болу керек омега L-ге. Екеуін бір-біріне теңестіріп, омеганы тапсақ, омега тең болады бір бөлінген түбір астында L С. Резонанстық жиілікті есептеуге арналған формула. Осыменен омеганы есептеп алайық әуелі. Бір бөлінген түбір астында L бізден 0,2. С дегеніміз 5 көбейтілген 10 минус 6 дәрежесі. Сонда бізде бір бөлінген, мынау бір болады, 10 минус 6 дәрежесінен 10 минус 3 дәрежесі шығады. Немесе ол жоғарға шығарып жіберсек, ол деген сөз 1000 деген сөз. Енді бізде жауаптар нұсқасына қараймыз. Етіспен берілген. Мынау циклдік жиілікті емес, кәдімгі жиілікті сұрап отыр. Меншікті жиілікті омега тең 2π
нью. Болса да нью деген тең болады омега бөлінген 2 пи. Омега бізде 1000. 1000-ды 2 пиге 6,28-ге бөлеміз. Осындай есеп жоғарыда да болды. 159,2 герц. Міне. Жерде тұрған. Енді айнымал ток тізбегіндегі жиілік дегенде біз ылғи жаңағы 50 герцтік жиілік болады деп ойламаймыз. Айнымал ток тізбегінде үнемі 220 вольттық 220 вольттық кернеу емес, басқаша кернеулер болуы мүмкін. Тізбектегі тұтынушылар басқаша болуы мүмкін. Соған байланысты. Мына. Алынбаған екен ғой. Карандаш алу бізде уақыт алып жатыр. 7-ші максимал идеал тербелмелі контурдағы токтың максимал мәні. Токтың максимал мәні. Қайда кетті? Мынау токтың амплитудалық мәні. Зарядтың максимал мәні. QM. Контурдағы электромагнит тербелістің периоды деп сұрап жатыр. Енді біз мына формуланы білуіміз керек. Ток күшінің амплитудалық мәні зарядтың амплитудалық мәнін омегаға көбейткенге тең. Осындай формула бар. Электромагнит тербелістерден білеміз. Енді QM көбейтілген омеганы ашамыз. 2 пи нью. Бізде не сұрап жатыр? Период сұрап жатыр екен, онда бүйтіп ашамыз. Омеганы 2 пи бөлінген П деп ашамыз. 2 пи бөлінген П дегеніміз ол омега. Енді осы жерде нені табу керек? Бізге ны табу керек. П тең болады 2 пи көбейтілген QM бөлінген IN. Болды. Есептейміз. 2 мына жауаптарды қарайық. Пи дегендер тұр, сондықтан пидің мәнін қозғамайық. 2 пи болып тұра берсін. Зарядтың максимал мәні 10-ның минус 5 дәрежесі. Токтың максимал мәні 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда бізде қалады 2 пи көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. 10-ның минус 2 дәрежесі дегеніміз 0,2 пи секунд. Ол қайда тұр? Міне жерде тұр екен. Мынау менен шатысып кетпейміз. Мынау 1000-2 пи. 8-ші есеп. Ауданы мынандай. Бұл аудан 300 сантиметр квадрат дегенім. Сантиметр квадрат 10-ның минус 4 дәрежесі. Сонда бұл болады 0,3 метр квадрат. 200 орам деген орамдық саны. Индукция, мынау В. Индукция векторы. Рамада максимал электр қозғаушы күш. Максимал электр қозғаушы күш. Мынау Е. Уақыт сұрап жатыр. Бір айналымның уақыты дейді.
Так, генератор өндіретін электр қозғауыш күштің амплитудалық мәні бізде мына формула бойынша анықталатын еді. Көбейтілген бұл бір орам үшін бізде 200 орам бар дейді. Сондықтан орамның санына көбейтеміз. Енді бізге мына уақыт тап деп жатыр. Бір айналымның уақыты дейді. Бір айналымға кеткен уақыт ол бізде не еді? Период еді ғой, да? Мынаны период табу керек деп те өзгертуге болады. Сонда ВС көбейтілген 2π бөлінген П көбейтілген N. Сонда мына жерден П тең болады. П тең болады. П мына жаққа көбейтіліп кетеді. Қалғандардың бәрі мына жерде. Сонда 2-ден бастайық санынан 2π В С N бөлемін электр қозғауыш күштің амплитудалық мәні дейді. Міне біздің соңғы уақытты есептейтін формуламыз. Қорытып шығардық. Так, 6,28 жаза берейік. Енді жоқ мына жерде. В дегенім 7,5 10-ның минус 2 дәрежесі. С дегенім 0,3 N 200. 1,5. 1,5. Бір күрделілеу есеп екен балдар, уақыт алатын. Бірақ шығарамыз, енді істейміз. Так, 7,5 пен 1,5 қысқарады. 75-ті 15-ке бөлсек 5-тен бола ма? 5-тен келеді. Бөлім жоқ болды да. Так, мынаны 200-ге көбейтсек 20 болады. Жоқ. 60 болады. 60-ты 5-ке көбейтсек 300 болады да. 60-ты 5-ке көбейтсек 300 болады. 60 5-ке көбейтсек 300 көбейтілген 6,28. Көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі бар екен, ол мында кетеді. Сонда 6,28-ді көбейту қалды ма? Қойдық па? Ана 10-ның минус 2 дәрежесінен кетіп қалды. 6,28-ді 3-ке көбейткенде оның жауабы шықпайын деп жатыр ғой. Деген дұрыс қоймадық па балдар? 2π В С N 6,28. Мынау 5 қой, 7,5 емес қой. Ана жердегі тең боладыны. 5 тек қана. Так, сонда бұның барлығын есептеген кезде бізде 3,8 шығу керек. Сосын минус 2 мынауменен кетеді. Так, 0,6. 0,6-ны 5-ке көбейтсек 3. 3-ті 1,5-ке бөлсек 2. 6,28-ді 2-ге көбейтсек 3,8 секунд шығады. Так, есептеу осылай болып шығады. Енді бұны ұзақ есептеп отыратын уақытта кетіп бара жатыр. Ой.
Так, endi ne bo'ldi? Bizning sabaq uzoqqa cho'ziladigan turi bor balдар. Есептеулер. Так, индуктивтілігі мынандай катушкадан, мынандай конденсатордан сы тең болады. Қазір айналдырамыз. Пикофарадта мына жерге тар болып сыймай жатыр. Мынау ток күші 40 миллиампер дейді. Так, оның минус 3 дәрежесіне көбейтеміз. 4 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесіндегі ампер максимал кернеуді сұрап жатыр. Бұл энергияның сақталу заңына берілген болу керек, да? Так, мынау индуктивтілік. Ток күшінің максимал мәні. Ал көрейік не болып шығады екен. L ай М квадрат бөлінген 2 тең болады. Бөлінген 2, екілер қысқарады. Сонда М квадрат. Осыдан бізге нені сұрады? Мынаны сұрап жатыр ғой, да? М тең болады. Мынаған бөлінеді. Так, ай М түбірдің астында L бөлінген С болайын. Ай-M'іміз 4 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. L бізде 0,2 миллигенри дейді, минус 3. С дегеніміз 8 пикофарад. Пико деген 10-ның минус 12 дәрежесі. 10-ның минус 2 дәрежесі. Есептеу жүргізейік. 8 мына жерде тұрсын. Мынаны 2 қылайық. Сонда 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Мынау жоғарға шыққанда плюс 12, 12-ден 4 алғанда плюс 8 дәреже бола ма? 8 дәреже. Дәрежеміз тағы үйлеспей қалды. Жақсы. Так, 4 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Мынаның астында 4 қалады. Шығарып жіберейік бірден. Орында қалмай жатыр. 4-тен 2 шығады. 10-ның 8 дәрежесінен 10-ның 4 дәрежесі шығады. Сонда мынау 2 қалады. Мына жерден 4, мынадан 2 қалады. Сонда 200 вольт. Ой, мына дүние шықты. 10 есепте трансформатордың трансформация коэффициенті мен орам саны бір-бірімен қалай байланысты дейді. Так, мына соңғы 2 формула дұрыс емес. Мына екеуінің бірі N1-дің N2-ге қатынасы ма, N2-ның N1-ге қатынасы ма? Так, мынау ғой. N1-дің N2-ге қатынасы. Так. Бұны біліп алдық. Енді әрі қарай кеттік.
Трансформаторда бастапқы орамда 500 орам. Ең бірінші. Екінші орамда 100 орам бар. Бастапқы орамдағы кернеу бұл U1. Болса, екінші орамдағы кернеу қандай болады? U2 дейді. Жазамыз формуланы. U1-дің U2-ге қатынасы тең болады. N1-дің N2-ге қатынасы. Орындарына қоямыз. U1-іміз 220. U2-іміз табу керек. Өзін жазамыз. N1 500. N2 100. Так. 220 бөлінген U2 тең болады 5-ге. U2-ні табу үшін 220-ны 5-ке бөлсек 44 вольт. Екінші орамда 44 вольт кернеу шықты. Трансформатор қандай? Төмендеткіш. Трансформация коэффициенті 5. Бірден үлкен, демек ол төмендеткіш трансформатор. Келесі есеп. Ақтық есеп екен. Идеал трансформаторда кернеулер мен токтар қалай байланысты? Жаңа мына орам сандары тура пропорционал болса, мұнда токтар кері пропорционал болады. Мінекей мынау не сақталады дедік қой, қуат сақталады дедік қой, қайда кетті? U1 менен I1-дің көбейтіндісі U2 мен I2-нің көбейтіндісіне тең болу керек. Мынау да дұрыс сияқты болып көрінеді. Мынаны өзгертсек мынандай болады. Мынау қуаттардың теңдігін көрсетеді. Ал бізде кернеулер мен токтар қалай байланысты деп сұрап жатырмын. Кернеулер менен токтардың байланысын сұрап жатырмын. Кернеу мен токтың байланысы мына екі нұсқада, мынада да бар екен, үшінші нұсқада да көрсетіліп тұр.